Сізде сағаттап төбеге қарап ұйықтай алмай жатқан кез болды ма? Егер бұл сізге таныс жағдай болса, осы бейне сізге арналады. Ал қазір тез ұйықтауға көмектесетін кеңестерден бастайық. Бірінші, салқын бөлмеде ұйықтаңыз. Бөлменің температурасы ұйықтауға және ұйқының сапасына үлкен әсер етеді. Егер сіз ұйықтайтын киім киіп алып, жылы бөлмеде қалың көрпені жамылып жатсаңыз, әрине тез ыстықтап кетесіз. Денеңіздің температурасының көтерілуі ұйқының терең фазаларына кедергі жасайды. Ал салқын бөлме дененің температурасын төмендетіп, тез ұйықтауға көмектеседі. Сол себепті салқын бөлмеде ұйықтаңыз. Екінші, ұйықтар алдында ыстық душқа түсіп алыңыз. Ыстық душтан шыққан кезде денеңіз ысып, температура жоғары көтерілетіндігі белгілі. Бұл кезде ағза осы жылудың барлығын бойында ұстап тұра алмай, ауаға тездетіп жылуды, ыстықтың барлығын шығарып жібереді. Солай біздің денеміздегі температура күрт төмендейді. Бұл дене мен миды ұйықтайтын уақыт келді деп ойлауға мәжбүрлейді. Сол себепті тез ұйықтау үшін ұйықтар алдында ыстық душты қабылдап алуға кеңес береміз. Үшінші, бөлмеде сағат болса, оны көрінбейтін жерге қойыңыз. Өйткені төсекте жатып сағатқа қарап, ұйықтай алмаған уақытыңызды санау ешқандай пайда әкелмейді. Керісінше бұл сіздегі неге ұйқым келмей жатыр деген ойды күшейтіп, ұйқыңызға кедергі жасайды, күйзелісті арттырады. Төртінші, кофеин мен никотинді мейлінше азайтыңыз, немесе мүлдем бас тартыңыз. Кофе, кола, кейбір шайлар, тіпті шоколадтың құрамындағы кофеин ұйқыны келтірмейді. Оның ағзадан толықтай шығып кетуіне 8 сағаттан аса уақыт кетеді. Ал шылым, электронды темекінің ішінде болатын никотин энергияны көбейтіп, ұйқының келуіне кедергі жасайды. Сондықтан тез ұйықтаймын десеңіз, кофе, шоколад, шылым сияқты заттарды кешкі уақытта қолданудан аулақ болыңыз. Сондай-ақ кешкі ас ішкенде тойып тамақ ішпеңіз. Өйткені тамақ ішкеннен кейін асқазан тамақты қорыту үшін белсенді жұмыс істейді. Асты қорыту ұзаққа созылады және ұйқының сапасын нашарлатады. Сондықтан кешкі ас ақуызға бай, жеңіл болу керек және ұйықтардан кемінде 2-3 сағат бұрын кешкі асты ішу ұсынылады. Тез ұйықтауды қаласаңыз, кешкі уақытта спортпен айналыспаңыз. Дене жаттығулар мен физикалық шаршау тезірек ұйықтауға көмектесетіндігі рас. Бірақ жаттығу ағзаны белсендіреді, жүрек соғысы жиілейді, қан айналымы күшейеді. Ал ұйқыға кету үшін ағзаның температурасы төмендеуі керек. Сол себепті спортпен кешкі уақытта емес, таңертең немесе түсте айналысыңыз. Бұл күні бойы сергек күйде жүруге ықпал етеді. Жетінші, түскі ұйқы жайлы кеңес. Түсте көп ұйықтамаңыз. Кейбір жандар күндіз шаршағаннан кейін 2-3 сағат ұйықтап демалып алуға тырысады. Бірақ бұл тым ұзақ уақыт. Ал ұзақ ұйықтау терең ұйқы фазасына өтуі мүмкін. Бұл оянғанда шаршағандық сезімін тудырады. Сергіп тұрудың орнына қайта ұйқыңыз келе береді. Ал түнде керісінше ұйқыны келтірмейді. Сондықтан түскі ұйқының ұзақтығы 30-40 минут болуы тиіс. Ұйықтар алдын жарты сағат бұрын телефонды ұстамаңыз. Себебі оның экраны жарық шашып ұйқыны бұзады. Оның орнына күніне кем дегенде 30 минут табиғи күн сәулесінің астында жүріп тұрыңыз. Бұл сіздің денеңіздің режимін реттеуге және уақытында шаршауды тудыруға көмектеседі. Қандай жағдай болмасын, күніге бір уақытта ұйықтап тұруға тырысыңыз. Тіпті демалыс күндері де. Иә, күніге олай жасау қиынға соғуы мүмкін, бірақ уақыт өте келе ол әдетке айналады. Дұрыс режим сіздің денеңіздің сағат сияқты жұмыс істеуіне көмектеседі. Осы кеңесті қолдансаңыз, будильниктің көмегінсіз-ақ өзіңіз бір уақытта күніге оянатын жағдайға жететін боласыз. Міне бұл бейнеде бірнеше минут ішінде тез арада ұйықтауға көмектесетін ең үздік кеңестермен бөлістік. Ақпарат пайдалы болса, қазақ тілді арнаны қолдау үшін пікір қалдырып, лайк баса кетіңіз. Сіздермен бірге болған Қоржын арнасы.